Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мемлекеттің конституциялық құрылысының негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Осы аталмыш қылмыстық бұзушылықтар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің ерекше бөлімінің 5-ші тарауында баяндалған. Мемлекеттің конституциялық құрылысына және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық бұзушылықтарды, яғни жасалған іс-әрекеттердің құрамына, белгілеріне, күрделілігіне байланысты 4 шағын топқа бөліп қарастырсақ болады. Бірінші, ол Қазақстан Республикасының сыртқы қауіпсіздігі мен егемендігіне қарсы бағытталған қылмыстық бұзушылықтар. Ол қылмыстық кодекстің 175 және 176 баптарынан тұрады. Екінші, ол Қазақстан Республикасының саяси жүйесіне қарсы бағытталған қылмыстық бұзушылықтар. Ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 177 бабы мен 183 бабы аралығындағы іс-әрекеттерді, баптарды құрайды. Келесі, ол Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетіне қарсы қылмыстық бұзушылықтар. Ол қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінің 184 бабында баяндалған. Соңғысы, мемлекеттік құпияның сақталуына қол сұғатын қылмыстық бұзушылықтар болып табылады. Оларға қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінің 185 және 186 баптары кіреді. Енді әр қылмыс құрамы элементтеріне талдау жасасақ, ең бірінші 175 бап, ол мемлекетке опасыздық жасау. Бұл жерде объектісі Қазақстан Республикасының сыртқы қауіпсіздігі мен егемендігі болып табылады. Объективті жағы, яғни мемлекетке опасыздық жасау, Қазақстан Республикасының азаматының қарулы қақтығыс кезінде жау жағына өтіп кетуі, немесе сол сияқты тыншылық жасау, мемлекеттік құпияларды шет мемлекетке немесе халықаралық ұйымға оның өкіліне беру, одан кейін ұлттық мүдделеріне қарсы бағытталған әрекеттерді біз мемлекетке опасыздық жасау іс-әрекеттері деп саралаймыз. Бұл әрекет субъективті жағы бойынша тікелей қасақаналық болып сипатталады, және бұл жерде субъектісі 16 жасқа толған және ерекше мәні ол Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. 176 бап, бұл тыншылық, яғни тыншылық қылмыстық бұзушылығының объектісі Қазақстан Республикасының сыртқы қауіпсіздігі мен егемендігі болып табылады. Объективті жағы, яғни тыншылық дегеніміз, бұл мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді шет мемлекетке, халықаралық, яғни шетелдік ұйымға, олардың өкілдеріне беру, немесе беру мақсатында жинау, яғни мәліметтерді жымқыру, сақтау, және де шетелдік барлаудың тапсырмасы бойынша өзге де мәліметтерді ұлттық мүдделеріне қарсы пайдалану үшін беру, жинау іс-әрекеттерін болып табылады. Бұл жерде субъективті жағы тікелей қасақаналық, субъектісі 16 жасқа толған шетелдік азамат немесе азаматтығы жоқ адам болып табылады. Байқасаңыз 175 бапта, яғни субъектісі ерекше болып, Қазақстан Республикасының азаматы, яғни осындай мемлекетке опасыздық жасау мақсатында, яғни мемлекетке қатысы бар мәліметтерді басқа шетел ұйымға беру, яғни азаматы жасаса біз мемлекетте опасыздық жасау іс-әрекеті деп 175 баппен саралаймыз. Ал шетел азаматы мен азаматтығы жоқ адам жасаса біз осы сынды әрекеттерді тыншылық деп 176 баппен саралайды екенбіз. Енді 177 бап, яғни Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының өміріне қол сұғушылық. Бұл бап негізі қазіргі таңда қолданыстан алып тасталынған. Яғни, бірақ алдыңғы қылмыстық кодексте заңдық күші бар еді. Соған қылмыс құрамы элементтерін саралап тастасақ, объектісі бұл жерде тұңғыш президенттің өмірі мен денсаулығы. Объективті жағы Қазақстан Республикасы, яғни тұңғыш президенті елбасының өмірі мен заңды мүдделеріне кедергі жасау, немесе осындай іс-әрекеттерді кек алу мақсатына жасалған қол сұғушылық деп сипатталған болатын. Субъективті жағы тікелей қасақаналық, субъектісі 14 жасқа толған есі дұрыс адам ретінде қарастырылған. Келесі 178 бап. Бұл жерде Қазақстан Республикасының президентінің өміріне қол сұғушылық. Бұл жерде де объектісі, яғни Қазақстан Республикасы президентінің өмірі мен денсаулығы, объективті жағы, яғни президенттің өміріне, оның мемлекеттік қызметін тоқтату, не сондай да қызметі үшін кек алу мақсатына жасалған қол сұғушылық деп сипатталған. Субъективті жағы тікелей қасақаналық, субъектісі 14 жасқа толған есі дұрыс адам болып табылады.
179 бап, яғни билікті басып алуды немесе ұстап тұруды насихаттау, немесе оған жария түрде шақыру, сол сияқты билікті басып алу немесе ұстап тұру не Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгерту деп баяндалған. Бұл жерде объектісі конституциялық өкімет органдарының және оның заңды түрде сайланған өкілдерінің бір қалыпты жұмысы болып табылады, немесе Қазақстан Республикасының саяси жүйесі болып табылады. Объективті жағы, яғни Қазақстан Республикасының конституцияда баяндалған нормаларға қарсы шығып, яғни бұзып, өрескел бұзып, бұл жерде билікті күшпен басып алуды немесе билікті күш ұстап тұруды, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді мақсатында, яғни Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуді насихаттау және де оның соған жария түрде шақыру іс-әрекеттері болып табылады. Және де атап өту керек, яғни осы іс-әрекеттерді байланысты материалдар болуы мүмкін, насихаттауға байланысты таратпалы материалдар болуы мүмкін. Сол материалдарды тарату мақсатында дайындау және де сақтау, тарату әрекеттері де осы баппен сараланады. Субъективті жағы тікелей қасақаналық, субъектісі 16 жасқа толған есі дұрыс адам болып табылады. 180 бап, сепаратистік әрекет. Яғни бұл жерде объектісі тоже Қазақстан Республикасының саяси жүйесі және де сол конституциялығымен бекітілген үкімет органдарының заңды сайланған өкілдерінің бір қалыпты жұмысы болып табылады. Объективті жағы, яғни Қазақстан Республикасының бір тұтастығы және де оның аумағына қол сұғылмауын және бөлінбеуін бұзу және де мемлекетті ыдыратуды насихаттау, оған жария түрде шақыру, сол сияқты осындай мазмұндағы, яғни іс-әрекеттерді шақыру мақсатында материалдар жасау, тарату болып табылады. Субъективті жағы тікелей қасақаналық, субъектісі 16 жасқа толған есі дұрыс адам. 181 бап, қарулы бүлік. Яғни бұл жерде объектісі тоже Қазақстан Республикасының саяси жүйесі, объективті жағы Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын құлату, өзгерту, немесе оның біртұтастығымен бұзу, оның аумағында, яғни қол сұғылмауын және бөлінбеуін бұзу, яғни Қазақстан Республикасының аумағының қол сұғылмауын және бұзу, билікті басып алу немесе ұстап тұру және қарулы бүлік ұйымдастыру болып табылады. Субъективті жағы тікелей қасақаналық, субъектісі 16 жасқа толған есі дұрыс адам. 182 бап, яғни бұл жерде экстремистік топты құру, оған яғни басшылық жасау және де ол әрекетке тікелей қатысу, бірнеше әрекеттер жасалынған болса, осы баппен сараланады аталмыш. Объектісі бұл жерде Қазақстан Республикасының саяси жүйесі, объективті жағы, яғни экстремистік топты құру, немесе сол құрылған топқа басшылық жасау, немесе экстремистік топтың әрекетіне, немесе оның жасайтын қылмыстарына тікелей қатысу нысанында көрініс табады. Ал субъективті жағы тікелей қасақаналық, субъектісі 16 жасқа толған есі дұрыс адам болып табылады. 183 бап, бұл жерде бұқаралық ақпарат құралдарында экстремистік материалдарды жариялауға рұқсат беру. Яғни объектісі Қазақстан Республикасының саяси жүйесі, саяси біртұтас құрылысы болып табылады. Ал объективті жағы, яғни ұлттық, рулық, нәсілдік, яғни әлеуметтік, діни араздықты тұтандыруға бағытталған, тектік топтық айырмашылықты, соғысты насихаттайтын, билікті күштеп басып алуға, билікті күштеп ұстап тұруға, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге бағытталған, Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығын бұзуға шақыруды қамтитын мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға рұқсат беру іс-әрекеттері осы баппен сараланады. Ал субъективті жағы тікелей қасақаналық, субъектісі 16 жасқа толған есі дұрыс адам болып табылады. 184 бап, диверсия, яғни бұл жерде объектісі Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі, одан басқа Қазақстан Республикасының қорғаныс қабілеттілігі болып табылады. Объективті жағы, яғни Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне немесе қорғаныс қабілетіне нұқсан келтіру мақсатында адамдарды жаппай қырып жоюға, олардың денсаулығына зиян келтіруге, кәсіпорындарды, жалпы ғимарат құрылыстарын, қатынас жолдарын, байланыс құралдарын
немесе басқа да тіршілікті қамтамасыз ететін объектілерді қирату, бүлдіруге бағытталған жарылыс жасау, өрт, өзге де әрекеттерді жасау, яғни осы мақсаттарға жаппай улау немесе эпидемиялар мен эпизоотияларды тарату болып табылады. Субъективті жағы тікелей қасақаналық, субъектісі 14 жасқа толған есі дұрыс адам. 185 бап, бұл жерде мемлекеттік құпияларды заңсыз жинау, тарату және жария ету. Объектісі, яғни баптың өзі атау айтып тұрғаны мемлекеттік құпияны, яғни сол құпияны сақтауды қамтамасыз ететін заңмен белгіленген қоғамдық қатынастар болып табылады. Объективті жағы, яғни мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді заңсыз жинау, сол сияқты құқыққа сенімсіз алынған, яғни мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді тарату, мемлекетке опасыздық жасау немесе тыңшылық белгілері болмаған кезде бірақ. Субъективті жағы тікелей қасақаналық, субъектісі бұл жерде арнайы мемлекет немесе қызметтік құпияны сеніп тапсырылған адам, немесе жұмысы бойынша қатысы жоқ 16 жасқа толған тұлға болып табылады. 186 бап, мемлекеттік құпиялары бар мәліметтер жеткізгіштерді жоғалту. Яғни бұл жерде объект мемлекеттік құпия сақтауды қамтамасыз ететін заңмен белгіленген қоғамдық қатынас, ал объективті жағы, яғни адамның өзіне қызмет, жұмыс бабымен берілген Қазақстан Республикасының заңында көзделген негіздер бойынша сеніп тапсырылған мемлекеттік құпиялары бар мәліметтер, оның ішінде жеткізгіштер болуы мүмкін, оны абайсызда жоғалту. Егер жоғалту мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтер жұмыс істеудің белгіленген қағидаларын бұзу салдары болып табылса, осы баппен сараланады. Субъективті жағы тікелей қасақаналық, субъектісі бұл жерде тоже арнайы субъект, яғни мемлекет немесе қызметтік құпия сеніп тапсырылған адам немесе 16 жасқа толған адам болып табылады. Осымен, құрметті студенттер, сабағымыз аяқталды. Қылмыс құрамының 5-ші тарауы бойынша қылмыс құрам элементтері түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.